орысша айтқанда все познается в сравнении. Мысалы OLX ал қарайтын болсақ, қазақстанский айына ол жақта 11 миллион посещение бар. Ол өте көп. Ал Wildberries'ің бір айда посещениесі ол 113 миллионға жуық. Демек, уже почти 10 есе ол жақта аудиториясы көбірек. Бірақ ондай маркетплейстің де өзінің минустары бар. Мысалы айтатын болсақ, Wildberries'ің минусы ең үлкен. Ол доставка. Доставкасы біздің қазақстандықтарға өте нашар жұмыс істейді. Қазақстанский селлерларға. Мысалы біз Алматыдан алып товарды сататын болсақ, бірінші Алматыдағы складқа апарамыз, одан кейін Астанаға, Астанадан алып уже Москва и даже уже по России распределение болады. Ал егер де біз Ақтау, Орал бәрі болатын болса, олар Алматыға, Астанаға жібереді, немесе Астанаға жібереді, и то же самое Россияға кетеді. Бұл үлкен минус болып саналады. Екінші минусы бар, ол жақта продвижениеда реклама жоқ. Маркетплейстің ішінде реклама, онда продвижениялар бар, бірақ ол уже ресейлік селлерларға жұмыс істейді. Ол үшін біз қазақстандықтар не істеуіміз керек? Біз Россиядан компания ашып, одан кейін Wildberries'тің ішіне аккаунт ашатын болсақ, бізге уже дополнительно функциялар доступны болады. Вот осы ең үлкен минустардың бірі деп ойлаймын. Бірақ қазіргі таңда ол да уже складтарын ашып жақсы дамып жатыр.